Тауда жергілікті тұрғын үй кезегінен аяқ асты шығып қалды. Жетім ретінде осыдан 14 жыл бұрын баспана кезегіне тұрған азамат есептен шығарылғанын уақыт келгенде бірақ біліпті. Анықталғандай, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі ата-анаң табылды деген желеумен заңды кезегінен алып тастаған көрінеді. Мәселе қалай шешілді? Тілшіміз анықтады. Ақтаулық жетім бірнеше жыл бойы автотұрақта тұрған. Тұрмыстың қиындығы жанына батқаннан кейін амалсыз құзырлы органдарға жүгінген. Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық соты істі қарап, азаматшаға 12 жыл бұрынғы кезегін қайта қайтарған. Арызданған жетім әлі баспанаға ие болмаған, бірақ тұрғын үй алушылардың кезегінде дәл қазір екінші болып тұр. Әкімдік заңсыз шешім қабылдаған, себебі заңда анық қана көрсетілген, ол туралы егер жетім ретінде кезекке қойылған адам қайтадан алынуға жатпайды. Яғни ол сол алған кезекте тұрып өзінің пәтерін алуға міндетті, алуға тиіс құқығы бар толықты. Алайда бұл заң талаптары орындалмаған. Жалпы Маңғыстау облысында 24 мыңға жуық адам тұрғын үй кезегінде тұрса, соның 939-ы жетім. Дәл осы санат бойынша баспана күтіп жүргендердің басым бөлігі Ақтау және Жаңаөзен қалаларында тіркеуде тұр. Ал өңірде жыл басынан бері 272 адам қоныс тойын тойлаған. Десе де сарапшылар осы санаттағы азаматтарға баспана беруде әділдік орнағанын қалайды. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында тұратын жетім балалар жағдайының тіпті қиын екенін айтады. Шағымданушылар әсіресе кезектің жылжымайтындығына наразы. Сиротам вообще не выдавали квартиры. Облысымызда былтыр бірде-бір баспана бермеген аудандар бар. Біз сараптама жасап қарап отырмыз. Бұл кемсітушілік деп санаймын. Әрине, мемлекет бәріне көмектесуге тырысып жатыр, бірақ барлығына тең жағдай жасасын. Қалай десек те, жетім балалар үкіметтің өздеріне назар аударуын сұрайды. Соңғы жылдары көп балалы отбасыларға үй көп беріліп, бізді ұмытып кетті дейтіндер де баршылық. Себебі республика бойынша бүгінде кезекте тұрған 61 мың жетім бала өз пәтерлерін күтіп жүр. Тойгүл Нұржанқызы, Жанболат Сарнияз, Мұхаммед Шаткам, Атамекен бизнес.